Сәлем достар, менің YouTube парақшама қош келдіңіздер. Мен Ләззат. Бүгін сіздерге ағылшын тіл сабағында бастауыш және жоғары сынып оқушыларына ойнатуға болатын қызықты ойын әдісімен бөлісетін боламын. Алдымен менің YouTube парақшама тіркеліп алсаңыздар және видеоға лайк бассаңыздар өте қуанышты боламын. Бұл ойынды ойнатпастан бұрын менің Telegram каналымдағы парақшаны шығарып алыңыз. Оны 5-6 қағазға шығарып алсаңыз, әріптер көбірек болады. Әріптерді осылай қиып, ортаға шашасыз. Оқушылар сол әріптерді жай-жайына қою керек. Сөзді ортаға жазып қойыңыз, оқушыларға ыңғайлы, оңай болады. Ал егер жоғары сынып оқушыларына ойнататын болсаңыз, онда табылатын сөзді бір көрсетіңіз және жасырып қойыңыз. Оқушылар қайсысы дұрыс жазады және қатесіз жылдам жазады, сол оқушы бағаланатын болады. Бұл ойын оқушылардың жылдамдығын, шапшаңдығын, әріптерді дұрыс қолданылуын және үйрену қабілеттерін жақсартатын болады. Бұл ойынды әсіресе сөздіктерді жаттағаннан кейін осы ойынды ойнатуыңызға болады. Ойын егер сіздерге ұнаған болса, онда лайк басыңыз, пікірлеріңізді жазып кетіңіз. Келесі ойындарда көріскенше сау болыңыздар.